еркектермен базарға барған қызсың деп. Миындағы бол деп шығарады дедік қой. Ал өзімен бірге бір жаққа естуға баршы. Ойбай, дөңгелегін теуіп ары, дөңгелегін теуіп бері, ана жерге барып бір, мына жерге барып бір тұрады. Ана адаммен сөйлескенде бар ғой, ішінде сенің тұншығып отқаныңды ұмытып кетеді әуелі. Әңгімен соғат, жаған көтеріп, қолды қалтаға салып, біраз әңгіме айтады. Одан жолда тағы біраз салмайтын жолығады. Омен де уақытың бар, елмен әңгіме айтуға кетеді еркектердің. Әй, біз отырмыз ғой, отыр дейді. Жоқ енді біз деген қатын басымызбен базарда жүрсек ойбайлап айқайлайсың ғой. Десең, уметь надо, что мужчинам рожиться, не дейді қой, орысша қалай де. Будь мужчина, это бір бәле деп отыр ғой, короче. Еркек болу оңай емес деп отыр ғой. Не родись красивый, родись мужчина. Мен бір орыстарында мақал бар ғой осы жайында. Тырқылдап отырмын бар ғой. Еркектерді айтты ғой, кеше ауырғанда сән салтанатымен ауырады депші. Қайта-қайта ана жері ауырса да, мына жері ауырса да әңгіме қылып жырғып айтады ғой. Сен тыңдамай қойсаң ең екеген адамдарға айтады екен. Ол адамдар да ялғаннан, ана жерің ма, мына жерің ма деп оны әңгіме қылады. Сен уже нервің қозып отырасың. Оны қоя берші, қабырғам асты ауырады дейді ғой сенен. Деп жаңағы ят болмасын деп. Для приличия. Көк бауырың ғой, онда сенің десең. Көк бауыр деген аяқта ғой, деп айқайсың, бәле қылады да, бәлеге қаласың. Қарап отырмай, яғыз құйып отыр керек. Ойбай деп. Ана жері ауырғанса құйрық май әкел дейді, ойбай, ысыта бер дейді. Кеп қалды, жау кеп қалды дейді ғой. Одан да ауырған сайын бір аспирин жартысын беріп отыр керек, сөйтіп құтыласың одан. Әйтпесе құтылмайсың. Айта береді. Тура мына жер. Осы жерден шанчуға тап тұрады негізінде ше. Аспирин жақсы. Жартысын беріп қой керек, сонымен тынады олар.